Жұма күні Сауд Арабиясы ядрылық қаруы бар Пәкістан және НАТО-дағы екінші ірі армияға ие Түркия өзара қорғаныс туралы келісімге қол қойды. Келісімге сәйкес үш елдің кез келгеніне жасалған қарулы шабуыл олардың барлығына жасалған шабуыл ретінде қарастырылады. Келісім Меккеде Сауд Арабиясының тақ мұрагері Мұхаммед бен Салман, Түркия президенті Режеп Тайип Ердоған және Пәкістан премьер-министрі Шехбаз Шарифтің кездесуі барысында жасалды. Бірлескен мәлімдемеде келісім кез келген агрессия әрекетіне қарсы ұжымдық тежеу тетігін күшейтуге бағытталған делінген. Бұл келісім Сауд Арабиясының маңызды инфрақұрылымы мен мұнай нысандарына шабуылдар тұсында жасалды. Соңғы бірнеше айда осы үш елдің ықтимал стратегиялық одақ құруы туралы түрлі болжамдар айтылып келді. Пәкістан ақш пен Иран арасындағы соғысты тоқтатуға бағытталған дипломатиялық күш-жігерге араласуға тырысып келеді. Ал Түркия Газа секторындағы соғысты шешуге бағытталған келіссөздерде дипломатиялық рөл атқарып отыр. Өткен жылдың қыркүйегінде Пәкістан мен Сауд Арабиясы осындай өзара қорғаныс туралы келісімге қол қойған болатын.